Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Физика пәнінің оқытушы Әуесова Жазира Қанатбекова. Бүгін физика пәні сабақтың тақырыбы жол және орын ауыстыру, бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар. Сабақтың мақсаты оқушыларға жаңа тақырып бойынша жол, орын ауыстыру, бірқалыпты емес қозғалыстармен таныстыру. Табиғаттағы болып жатқан өзгерістерге көңіл бөліп, пәнге қызығушылықтарын арттырып, оқушылардың ойлау қабілеттерін арттыру. Бүгінгі күнгі негізгі сұрақтар: жол және орын ауыстыру, бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыспен таныстыру. Сабақ барысында мына сұрақтарға жауап аламыз. Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Санақ жүйесі дегеніміз не? Материалдық нүкте дегеніміз не? Қозғалыс траекториясы деп нені айтамыз? Қозғалыстың түрлерін қалай ажыратуға болады? Біз өміріміздің алғашқы күнінен бастап айналамызда болып жатқан алуан түрлі өзгерістерге, әсіресе дыбыс пен қозғалыс сияқты физикалық құбылыстарға ерекше мән береміз. Қоршаған ортамызда әлемнің әртүрлі қозғалыстың жиі байқауға болады. Мысалы, піскен алманың жерге түскені, бұлттың қалқып ұшқаны, ұшып бара жатқан ұшақ, жүріп келе жатқан машина, жүріп келе жатқан пойыз, осылардың түгелі механикалық қозғалыс болып табылады. Теңіз бетіндегі су толқиды, ағаштар тербеледі, планеталар күнді айналып қозғалады, жер өз-өзіне айланады. Кейбір жағдайда дененің бір-ақ бөлігі ғана қозғалып тұрады. Мысалы, спортшы зарядка жасап жатқан спортшы өзінің бір-ақ бөлігі қозғалып, немесе қолы, аяғы қозғалуы мүмкін. Осы дүниедегі барлық денелер қозғалыста болады. Мұндай қозғалыстарды біз механикалық қозғалыс деп атаймыз. Енді механикалық қозғалыста біз материалдық нүкте дегеніміз не, түзусызды қозғалыс дегеніміз не, қисықсызды қозғалыс дегеніміз не, қозғалыс траекториясымен танысамыз. Жол дегеніміз не? Жол қандай да бір уақыт аралығында дененің жүріп өткен траекториясы болып табылады. Ал енді орын ауыстыру дегеніміз ол бастапқы нүкте мен ол соңғы нүктесінің кескіні болып табылады. Сонымен дененің немесе бөлшектердің уақыт өтуіне қарай бір-бірімен салыстырғандағы орынның өзгеруі механикалық қозғалыс болып табылады. Қозғалмайды деп есептеген және де басқа денелердің қозғалысы соңғы салыстырып қарағанда дененің санақ нүктесі арқылы атауға болады. Ал онымен салыстырғанда оның өзгеретін денені қозғалатын дене деп айтады. Мысалы, жүріп келе жатқан машинаны біз оның жүргенін қайдан білеміз? Ең бірінші, оның тоқтап тұрған немесе қозғалмайтын дене арқылы білеміз. Көшеде жүріп келе жатқан машина, оның жүргенін біз тұрған үйді немесе ағашты, бір орында тұрған ағаш арқылы білеміз. Сонда ағаш немесе қозғалмайтын дене үй, ол санақ нүктесі болады да, қозғалған машина қозғалыстағы дене болып табылады. Қозғалыста барлық денеге табиғаттағы нәрсенің бәрі материалдық нүктеге тән қасиет болып табылады. Дененің тең уақыт аралығында бірдей жол жүріп өтсе, ондай қозғалысты бірқалыпты қозғалыс деп атаймыз. Дененің тең уақыт аралығында әртүрлі жол жүріп өтсе, ондай қозғалысты бірқалыпты қозғалыс емес деп атаймыз. Дене тең уақыт аралығында ұзындығы бірдей жол жүрсе, ондай қозғалыс бірқалыпты қозғалыс болып табылады. Мысалы, пойыз темір жолдың ұзын тегіс бөлігінде бірқалыпты қозғалады. Бұл кезде дөңгелектің рельстің түскен жерінде соғылғанда шығатын дыбыс та бір уақытта аралығында естіледі. Сондай-ақ терезеде қарағанда километрлік немесе телеграфтық бағандар да бірдей уақыт аралығында өтіп отырады. Механикалық қозғалыс дененің кеңістіктегі орынның санақ денелері ретінде алынған басқа денелерге қатысты уақыт бойынша өзгеріс. Балалар, енді білімді бекітуге арналған тапсырманы алыңыздар.
Бірінші тапсырма: бір қалыпты қозғалысқа анықтама беріңдер. Екінші тапсырма: бір қалыпты емес қозғалыстың бір қалыпты қозғалыстан айырмашылығы қандай? Үшінші: жүрілген жолдың орнын ауыстырғанда айырмашылығы неде? Дененің бастапқы орны мен оның жүріп өткен жолының ұзындығы белгілі болса, дененің соңғы орнын табуға бола ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп келесіздер. Тағы мынандай тапсырма. Бірінші тапсырма: жүргізуші автомобиль есептеуішінің көрсеткіші 500 километрге артқанын көрінеді. Бұл нені білдіреді? Автомобильдің жүрген жолы ма, әлде орын ауыстыруы ма? Екінші тапсырма: автомобиль Сағыздан Миялыға дейін аралықта 2,5 сағат жүріп өтті. Берілген шаманы секундқа өрнектейсіңдер. Үшінші тапсырма: поезд бір қалыпты қозғалып, бір сағатта 8 километр жол жүрді. Поезд екінші сағатта 20 километр жол жүрді. Жол жүруі мүмкін бе? Осыны тауып келесіздер. Төртінші тапсырма: суреттегі автомобильді қозғалыс траекториясы қандай? Осымен сабағымыздың тақырыбын тамамдадық. Назарларыңызға рахмет. Не болды?